Баршаңызға сәлем, 1001 кеңес арнасында керемет пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіз өміріңізді қандай да бір жақсы жаққа қарай өзгерткіңіз келе ме, бірақ неден бастау керек екенін білмейсіз бе? Онда ерте тұрудан бастаңыз. Бұл әдет сіздің өміріңізді өзгертіп, көптеген артықшылықтар бере алады. Ерте тұрған адамдар жігерлі әрі байсалды келеді. Таң сәріде оянған дұрыс, себебі бұл әдет мықты денсаулыққа, байлық пен даналыққа жетелейді. Энергияның көп бөлігі таң алдындағы уақытқа тиесілі. Таң сәрінің аузында алтын бар. Жарым түнге дейін теледидар қарауды тоқтатыңыз. Ұйқыға дайындалу керек. Сондықтан түнге қарай даурықтыратын эмоцияларды бастан өткізбеген абзал. Сонымен қатар, егер сіз теледидарға аз уақыт жұмсасаңыз, онда ұйықтап, таңертең ерте тұру үшін уақытыңыз көбірек қалады. Теледидар қарайтын уақытыңызды алдын ала анықтап, шектеу жасап қойыңыз. Түнде жұмыс істеуді доғарыңыз. Көптеген адамдар түнде істеген жұмыстары анағұрлым өнімдірек болатынына және ең жақсы идеялар оларға дәл осы уақытта келетініне сенімді. Егер сіз осындай адамдардың қатарынан болсаңыз, онда ерте тұру мәселесі сіз үшін өзекті болмақ. Түн жарымына дейін ғаламторда отыруды әдетке айналдырмаңыз. Ұйықтар алдында 1 сағат бұрын компьютер мен барлық электрондық құрылғыларды өшіру керек. Электрондық құрылғылардан шығатын жасанды жарық ағзаны қоздырып, ұйқыға ықпал ететін гормон мелатониннің өндірісін баяулатады. Егер сізге смартфонды, планшетті немесе компьютерді ұйықтар алдында пайдалануға мәжбүр болсаңыз, келесі кеңестерге назар салыңыз. Экранның жарығын азайтыңыз. Түнде экранның жарығын басатын қолданбаны пайдаланыңыз. Түстен кейін кофе ішуді доғарыңыз. Кофеин стимулятор болғандықтан ұйқыны бұзады. Кофені қай кезде тұтынғанда ағза үшін зияны едәуір аз болатынын анықтайтын зерттеулер жүргізілген. Зерттеушілердің пайымдауынша, ұйқыға дейін 6 сағат бұрын тұтынылатын кофеин ұйқыны 1 сағатқа дейін азайтады екен. Тіпті уақытылы ұйықтасаңыз да, бәрібір сіздің ұйқыңыз осы әдеттен зардап шегуін тоқтатпайтын көрінеді. Ұйқының бұзылуына жол бермеу үшін кофеинді таңғы уақытта тұтыныңыз. Дұрысы, түске дейін ғана тұтынумен шектеліңіз. Тек ерік күшіне сенуді тоқтатыңыз. Ерік күштің мәселесі әлдеқайда қиындау. Сіз ерте тұруды қолға алу туралы шешім қабылдағанда және жігеріңіз тасып тұрған сәтте сіз үшін бәрі де оңай сияқты көрінеді. Бірақ таңғысын ерте оянудың азабын сезінген кезде-ақ батылдығыңыздың күрт азайғанын түсінесіз. Ерік күші сізді төсектен тұрғыза алатын шығар, алайда оған күш беріп, сырттай көмектесуге тырысуыңыз керек. Тамаша таңғы ас үшін дайын өнімдер алыңыз. Таңға жағымды нәрсе жоспарлаңыз. Ең алдымен жаныңызға жақын, жағымды жұмысыңызды істеңіз. Өзіңізді күнде бір уақытта ұйықтауға мәжбүрлеуді доғарыңыз. Бұл кеңеске сақтықпен қарау керек. Әрине, сіздің бір уақытта ұйықтауды әдетке айналдырғаныңыз дұрыс, дегенмен ұйқыңыз келмесе, өзіңізді қинап, ұйқыға жатудың қажеті шамалы. Мысалы, сіз бір уақытта оянасыз. Демек, ұйқыға жататын уақыт осы күнгі шаршауыңызға байланысты болмақ. Ұйқы кестесін реттесеңіз, ұйқыңыздың қанғанын анық білетін боласыз. Егер де әлі ұйқыңыз келіп тұрса, онда бұл зиянды әдетке жатады. Одан тез арада құтылу керек. Өшіру үшін төсектен тұруға тура келетіндей етіп, оятқышты бөлменің алыс бөлігіне қойғаныңыз жөн. Жатар алдында ертеңге қойып отырған басты жоспарыңызды ойлаңыз. Маңызды екенін есте сақтаңыз. Ертерек тұрып, тірлігіңізді тындырған соң, бос уақыт қалатынын ескеріңіз. Ерте тұру үшін ерте ұйықтағаныңыз дұрыс. Күнде алдыңғы күннен 15 минут ертерек оянып үйреніңіз. Осылайша біртіндеп қажетті уақытыңызға дейін апарасыз. Ұйықтар алдында ғаламторға кіріп, теледидар қарамаңыз. Себебі бұлар адамның жүйке жүйесін қоздырып, ұйқыны бұзады. Түндегі тәтті ұйқы күніңіздің сәтті өтуінің кепілі екенін ұмытпаңыз. Ерте тұру үшін өз-өзіңізге көмектесіңіз.
Ұйқыдан тұра сала жарықты жағып, немесе музыка қосыңыз. Терезелерді айқара ашып, жаттығу жасаңыз. Қимыл қозғалыс бар жерден ұйқы аулақ жүреді. Ерте оянып қойыппын, әлі жарты сағат жата тұруға болады деген сынды ойларға жол бермеңіз. Тұра сала жуынуға асығыңыз. Таңертең оянбайтыныңызға сенімді болсаңыз, оятқышты пайдаланыңыз. Ол үшін оны жаныңызға емес, өзіңізден алыс жерге қойыңыз. Таңертең шырылдағанда оны өшіруге жеткенше ұйқыңыз ашылуы мүмкін. Таңертең ерте тұру күні бойы сергек жүрудің кепілі. Осыны жаныңыздан шығармаңыз. Ұйқымды ашамын деп төсекте жатып, теледидар қарап, немесе телефоныңызды ақтармаңыз. Жаңалық тыңдауға асықпаңыз. Өйткені төсек жиналмай, ұйқы да сізден алыс кетпейді. Ұйқыңызды ашу үшін, сергектікті сезіну үшін кофе немесе бір кесе су, болмаса алма жеңіз. Бұл ұйқыңыздың ашылуына көмектеседі. Таңертеңгі астан бас тартпаңыз. Ұйқыдан кейін тамаққа тәбетіңіз тартпауы мүмкін. Бірақ таңғы ас күні бойғы ағзаңызға қуат берер күш екенін ұмытпаңыз. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.